Сәлем достар, бүгін сіздерге шоколадты пончиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте оңай дайындалады. Бір жағынан дайындалуы бауырсаққа ұқсайды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Дәмді әрі өте жұмсақ болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Ал енді ұнымызға дрожжымызды, қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бір бокал жылы сүтімізді саламыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды салып, жақсылап, жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауамыз, немесе пакет жапсаңыздар да болады. Қамырымыз 1 сағатта көтерілетін болады. Көтерілгеннен кейін қамырымызды 2 бөлікке бөліп 10 минутқа қоямыз. Қамырымыз 10 минут тұрғаннан кейін оны алып, жақсылап жаямыз. Қамырымызды видеодағыдай қылып жайыңыздар. Қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес. Егер сізде пончиктің формасы жоқ болса, осындай шыны ыдыспен дөңгелек формасы жасайсыз. Дөңгелек форма жасап болғаннан кейін осы формаларымызды, яғни пончиктерімізді 20 минутқа тындырып қоямыз. 20 минутта әдемі болып көтеріліп тұрады. Жиырма минуттан кейін осындай насатканың көмегімен пончиктеріміздің ортасын тесіп шығамыз. Табамызға майымызды сәл көбірек қылып құйып, орташа отта қыздырып, пончиктерімізді қызартып, әдемілеп пісіріп аламыз. Видеодағыдай көрсетілгендей жасаңыздар, қыздар. Өте дәмді болып шығады. Ал енді қыздар, шоколадымызды микроволновкаде қыздырып аламыз. Оған пончиктарымызды батырып аламыз. Видеода көрсетіліп жатырмын. Дәл осылай жасаңыздар. Өте дәмді болады. Қыздар, қараңыздар, өте аппетитный әрі дәмді, керемет болып тұр. Оны енді осындай конфеттер немесе үстіне арахис, жаңғақ салсаңызда болады. Бірақ ол міндетті емес. Осылай шоколадымен қалдырсаңыздар да болады. Шайға күшті, тәтті болып шығады. Сіздермен болған несібелі. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар, достар.